Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгін біз сіздерге өте қызықты видео дайындадық. Егер сізді кит жұтып қойса не болады? Егер сізді кит кездейсоқ жұтып қойса, өмір сүру мүмкіндігіңіз қандай? Киттермен тығыз байланыс сіз күткеннен гөрі жиі кездеседі. Бұл бейнелердегі адамдар салыстырмалы түрде зиянсыз болса да, олардың киттің түскі асынан бірнеше метр қашықтықта болғанын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ егер олар соншалықты жолдары болғыш болмаса, не болар еді? Адам денесі жұтылғаннан кейін аман қала ала ма? Бұл бұрын болған оқиға ма? Осы сұрақтардың барлығына жауап білгіңіз келсе, видеомызды ары қарай жалғастырмас бұрын лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер сіз киттерді жақын жерде ешқашан көрмеген болсаңыз, олардың қаншалықты қорқынышты болу мүмкін екенін түсіну қиын. Мұны перспективада көрсету үшін көк китті алалық. Бұл планетадағы ең үлкен жануар. Тек оның бір ғана тілі пілдің салмағымен бірдей. Ал оның аузында 400-ден 500-ге дейін адам сыя алады. Бірақ біз бұл киттердің бірі жақын арада бізді жұтып қояды деп алаңдамаймыз. Өйткені олардың анатомиясы оны мүмкін емес етеді. Оның орнына біз олардың кішкентай туыстарына, шәует киттерге, яғни кашалот, осыларға көбірек көңіл бөлуіміз керек. 1891 жылы шәует киттердің бірі адамды жұтып қойғаны туралы хабарлар пайда болды. Бірақ ол адам бұл оқиғаны айту үшін аман қалса да, ол ешқашан бұрынғыдай бола алмайды. Осы оқиғаға сәйкес, Джеймс Бартли киттің оның кемесіне шабуыл жасаған кезінде киттің жемтігіне айналды және оны келесі күні ғана тапқан болатын. Құтқарушы команда китті тауып, оны өлтірген кезде тез арада өз кемесінің бортына көтеріп, ес-түссіз, бірақ әлі тірі Джеймс Бартлиді тапқан болатын. Оның беті мен қолдары ақ түске боялған болатын және оның көздері көрмеді. Мұның бәрі кит асқазанындағы қышқылдарының кесірінен болған. Алайда жылдар өте келе адамдар бұл оқиғаның әртүрлі қырынан зерттегеннен кейін Джеймсті шынымен кит жұтып қойды ма деген сұрақ туындады. Ғылымның күші арқасында мұқият қарап, егер сізді кит жұтып қойса, жылтыр ақ терімен оралу сіздің алаңдаушылығыңыздың ең азы болатынын тез білдік. Сонымен, сізді жұтып қойғаннан кейін сізді алаңдататын бірінші нәрсе шәуек киттің тістерінің әсерлі жиынтығымен сізді шайнауынан өту. Әр тісінің ұзындығы шамамен 20 сантиметр. Бұл орташа аспаз пышағының ұзындығы. Ал киттерде олардың саны 40 пен 50-дің арасында. Тістердің барлығынан өтуге жеткілікті сәттілік бар делік. Содан кейін кит сізді тамағы арқылы жұтуды бастайды. Мұнда тек қараңғы және сырғанақ емес, бірақ сіздің сондай-ақ метан газының көбеюінен және оттектің жетіспеушілігінен дем алуыңыз қиындай бастайды. Киттің жұту бұлшықеттері қысылып, тамағының төменге түсіп кетуіне көмектесу үшін ашылған кезде, сіз тұз қышқылы теріңізді бүлдіре бастағандай сезінесіз. Сіздің не ойлағаныңызды білеміз. Біз соңында бұл китке жеттік. Ал Джеймс Бартлидің оқиғасы қазірдің өзінде күдікті болып көрінеді. Бірақ қазір қай жерде тоқтау қызықты болар еді? Сонымен, содан кейін сіз киттің 4 асқазанының бірінші және ең үлкеніне түсесіз. Сіз ол жерде біраз уақыт ояу болуыңыз мүмкін. Бірақ жеңіл жағы сіз келгеннен кейін қосылатын биолюминесцентті кальмар немесе екі жарық болуы мүмкін. Сіз бұл қысқа жарық шоуынан ләззат алғаныңыз жөн. Өйткені, содан кейін сіз бір асқазаннан екінші асқазанға түсіп кетесіз. Ал қышқылдар сіздің бүкіл денеңізді сүйекке айналғанша бұзады. Және кит сізді керекті органынан шығарып жібереді. Сіз бұл оқиғаны бізге айту үшін китке толықтай жем болып, тірі қалуыңыз мүмкін емес деп сеніммен айтуға болады. Кешіріңіз, Джеймс. Сіз 1890 жылдары адамдарды алдай алған шығарсыз.
Бірақ қазір біз сізді бақылап отырмыз. Киттер бізге қаншалықты үлкен және қорқынышты көрінсе де, киттер адамдарды жеуге мүдделі емес. Егер олар сөйлесе алса, олар бізге бұл туралы хабарлауды қажет деп санайтын шығар достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі видеом сіздерге қызықты болған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.